ауызашарға шаймен ішкенге осындай өте дәмді, сондай нежный, жұп-жұмсақ шоколадный пирожный дайындадым. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасындағы жұмыртқаға қантты қосып аламыз. Миксердің төменгі жылдамдығында массамыз көпіріп, әппақ болып, бірнеше есе үлкейгенше миксерлейміз. Бұл пирожныйлары ешқандай творожный сыр, сливкисіз жасалады, өте дәмді болып шығады. Содан кейін үстіне балды құямыз. Грек жаңғағын блендерда үгітіп аламыз. Содан кейін массамызға қосамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Содан кейін ұнымыз саламыз. Қамыр қосқышын саламыз. Одан кейін ас содасын қосамыз. Содан кейін үстінен какао саламыз. Какаоның сапалысын қолдануға кеңес беремін. Содан кейін массамызды басып алмай, осылай жайлап араластырамыз. Массамызды басып алмайтындай астынан үстіне қарай жайлап осылай араластырамыз. Дайын болған массамызды листқа құямыз. Содан кейін спатуланың көмегімен осылай біркелкі етіп жайып шығамыз листтің бойымен. Жайған кезде біркелкі болуын қадағалаңыздар, сонда шоколадный бисквит қалыңдығы бірдей болып шығады. Әсіресе орта жағын шет-шетіне жайыңыздар, сонда орта жағы піскен кезде көтеріліп піспейді, біркелкі болып піседі. Қызып тұрған пешке саламыз, содан кейін пісіріп аламыз. Шоколадный бисквитіміз дайын, пісіп шықты, осындай әдемі болып көтеріледі. Бисквитті суғаннан кейін барып алып қолданамыз, оған дейін кремін дайындаймыз. Креміне міндетті түрде табиғи таза қаймақты қолданамыз, 20%-дан жоғары. Содан кейін вареная сгущенканы қолданамыз. Вареная сгущенка міндетті түрде сапалы болу керек, сонда кремдеріңіз дәмді болып шығады. Ең алдымен вареная сгущенканың өзін ғана миксерлеп алуға кеңес беремін. Сонда мына кремнің ішінде осындай түйір-түйір болып жүрмейді. Сонымен қоса қаймақ міндетті түрде салқын болу керек, ал вареная сгущенка бөлме температурасында болғаны дұрыс. Сонда араласқан кезде біркелкі болып шығады. Бүгінгі мен қолданған 20%-ық қаймақ сәл сұйықтау болып шықты. Сол себептен де крем сұйықтау болды. Міне бисквитіміз толық суыған. Енді алып қолдансақ болады. Бисквитті теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бізде сонда 4 бисквитный корж шығады. Енді осы корждарымызға пропитка дайындаймыз. Ол үшін сгущенкаға осындай ыстық су құямыз да жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің өлшемін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Пропиткамыз дайын, енді пирожныйымызды жинаймыз. Ең алдымен осылай бір коржымызды қоямыз. Содан кейін үстінен пропиткамызды жағып шығамыз.
Қатты көп жақпаймыз. Содан кейін үстінен кремімізді саламыз. Кремді көзмежемен 3 бөлікке бөлдім. Кремде қаймақ менде сәл сұйықтау болғандықтан, кремде сәл сұйықтау болып шыққан. Қою қаймақ пайдалануға кеңес беремін. Сонда кремдеріңіз стойкий, өз формасын ұстайтын сондай крем болып шығады. Барлық корждарымызды осы ретпен жинап шығамыз. Яғни корж саламыз, сосын үстіне пропитка саламыз, одан кейін кремді саламыз, келесі коржды қоямыз. Барлық корждарды осы ретпен жинап аламыз. Енді кезекте осы пирожныйдың үстінен құятын шоколадный глазурь дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа осылай шоколад қосамыз. Қалауыңыз бойынша молочный немесе темный шоколад қолдансаңыз болады. Жай отта осылай асты жабыспайтын, асты қалың ыдыста қаймақ екеуін біріктіріп осылай ертіп аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз, әйтпесе асты күйіп кетеді. Дайын болған глазурды пирожныйдың үстінен құямыз. Спатуламен барлық пирожный көлемі бойынша осылай глазурды жағып шығамыз. Сыртын осылай толық қаптап алдық. Енді қалауымызға қарай декор жасаймыз. Менде осылай теркадан өткізілген шоколад. Үстінен шашып әдемілейміз. Мен бірден дайын болған пирожныйды кесіп көрсетпекшімін. Пирожныйды 1-2 сағатқа морозильникке кіргізіп алып, содан кейін барып кессеңіздер, түп-түзу идеальный болып кесіледі. Бұл пирожныйдың дәмді болып шыққаны сыртынан ақ көрініп тұрды. Бірден кесіп дастарханға ұсынсаңыздар да болады, немесе 5-6 сағатқа пропиткаға қойып, содан кейін жесеңіздер, енді ауызда ерейді, сондай жұмсақ, осындай. Тура осы рецептпен жасасаңыз, осындай көлемдегі 24 штук пирожный шығады. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.